Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге бүгін мен Кензо етіп достар мен оралдым. Яғни көп күні, көп күн видео шықпаған үшін кешірім сұраймын сендерден. Мен не айтарымды да білмей тұрмын, сол видео түсірмей келді достар. Ойбай баттым. Достар, сендер мені Майнкрафт ойнамайды деп ойладыңдар ма? Мен Майнкрафт ойнаймын. Не айтарымды да білмей отырмын. Так, шақ. Эй, твою мать. Десеңдер. Шақ. Ё-моё, достар, бұған дейтін біз выживание бастайтын боламыз. Ананың үстін қара. Ішін қарадың үстін. Біз мына жерден шықты, енді ана жаққа дейін бару керек. Жүзіп барамыз, конечно, қалай барғанда. Ё-моё. 1.12 сервері. Так, достар, сендер лайк басып каналға тіркеліп отырмын, запись жазып отырмын. Эй, ойбай. Запись жазылып жатыр. Достар, лайк басып каналға тіркеліп отырыңдар. Мен выживание бастайын деп жатырмын Майнкрафтта. Так, енді кешеңдер ұсыры ағашта бұрбайды етеміз біріншісінен. Мені қатып отыр кішкен ұсыр. Мән бермейміз оған. Так. Түн батып жатыр ма? Мен әлі видео дымда құрастырған жоқпын ғой. Болды дейді. Жоқ. Әлі выживать етуге уақыт бар. Видеоға лайк басып каналға тіркеліп отырамыз достар. От жағып жатыр мына достар. Сонымен істеп 16 штук болады. Ей. Ой, ё-моё. Хопа дейміз. Палка аламыз. Мына жерге верстак қояйық. Меч жасалайық на всякий случай. Кирка и есік алып алайық өзімізге. Так, достар, енді бізге шахта... бір келеді, тоқ. Біреулерден өледі екен. Хотя онысы бізге плюс. Енді достар, сендер Free Fire тастады, Майнкрафт түсіп кетті деп ойламаңыздар. Мен Free Fire'дан да түсірем, достар. Шахта жоқ қой бұл жақта. Шахта іздеп көріп, елка дейтін бет нет, ё-моё. Арай жетпейді ма? Так, тағда не аламыз? Палка алайық. Деп үй аламыз, үй жасауға. Лайк басып каналға тіркеліп отырамыз, достар, бұл жаңа видео. Камень, оказывается, маған камень керек. Қаза көмір болса дұрыс болады не де. Міне жаңа бір шыққан соң қасып. Адайстың ең бірінші видеосы көзгі 1:6-да. Қазір мен бұларды қырам деп өліп қаламын. Достар, неге актив төмен десеңдер? Есіктен үшеу бар, ё-моё. Лайк басып каналға тіркеліңіз, достар. Осы блюжник жете ме? Блюжник. Блюжник. Үй жасау керек бізге, достар. Песок керек сосын бізге. Өлән. Кішігірім үй болып кетті. Мына аяғында есікте сақ қойсын. О, смена керек бізге. Үй болып кетті оның.
былай келеді мына жерін алып тастайын. Так, мына жерге пешенаңды қазып алайық. Ағаш. Дұрыс, ағаш. Каменден. Прикол айта алмаймын дұрыс менде. Адайсыр приколды өсектеп баняда отқан адамдар сияқты болып айтады. Бір келей, тауық, сен маған етің керек. О, хорошо, что бір неден өледі. Несін алып кетейік, несі алдым ба? Енді бізге бір... Қасқыр. Олар бізге теспейді шығар, теспесек. Бір келей. Болды. Енді бізге песок алу керек, достар. Так, менің нем қайда? О, 37 дейді. Так. Мотыга болды. Міне тұрмын. Так, пеш жасап алуымыз керек, сосын бізге песок не үшін керек десеңіздер, достар, терезе жасау үшін керек. Йо, кеттір. Песок. Құм негізі жақсы. Аурудың бәрін алады. Йо, наң шыңғара. Дәшік. Кім батып отыр ма? Батпа, қорқам ғой мен. Әлі үй соқта бітірген жоқпын ғой. Неше песок бізде? Пешок. 56 дейді. Ойбо, болады шығар. Онша қатты не істемеймін. Мына жерге қойайын. Так, печка. Дұрыс болды. Так, үй салатын жер бар ма екен бір? Ема. Мама. Кетті, қызып алайық. О, көмір. Көмір болса бопты десеңде. Ай! Ойбай! Оқаш! Ема, жібесің әрі. Ойбай. Тесімен тесіп тады оған неме. Кегіңді алам, мен әлі келем. Күте тұрсен просто. Деп шалзай осып айтып қояға. Шығайт, тұншығасың. Біз не істейміз енді? Яғни броня жоқ, еттім жоқ. О, бергел. Ойбай. Так, деревня бар еді осындай жерлерде. Мама осы чулялада андай күнге өртенбейтін зомбиларға жаның білетші. О, деревня. Достар, деревня таптым. Йо. Ей, болай. Жүгір. Ойбай. Йо, деревня таптым. Йо, достар, деревня табам. Ура. Ұйықтай. Қорқам мен. Аш. Жап. Сөйтсек мына жерде тым жоқ. Мәмән өне. Ойбай. Әжейтәл үйге кірсей. Тұр малқау. Мен ұйықтаймын бұл. Сынышынан. Қажанаққа төбеге. Ойбай. Ұйықтамайды. Шатырылы жұмпиып. Опана. Ой.
мынаның бәрі бізге керек қой. Хлебтерді де алып алайық, бізге керек болады. Өнет ала салайық, бір қылып қалар. Ё-моё, достар, деревня тауып алдым. Так, кровать қайда? Қой, ұйықта. Так, достар, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырамыз. Так, болар егіз. Үй соғайын осы жақтан. Шулдаладан, айдаладан, деревня тауып аламыз. Упс. Ей, оңбаған. Ойбай. Ей, қашай. Ой, дым жоқ екен сен. Ақылсымақты. О, мұшық. Өнеті? Ойбай. Ей, менде нең бар? Шынды мана? Ему. Жыны жан? Яқ бемір отыр. О, хәрәбірін. Кір. Жоқ үшіне. Гәз достар, күте тұрыңдар. Достар, ай өткендер мынау аңдып жүр ғой. Мен бұған не жазып тұрмын сен? Ё-мо. Не мен де жейді. Мен жейдірек. Не? Не өлтіріп жүрші сен? Жоқ. Ё-мо, достар, жаңа ренжімеңдер. Жыны ғана алам басып шыққандай. Қайсыңа жетел? Түсінбейді жағылым. Мәне қай жерге соғайын мен деймді. Жазық далаға соғайын ба, не жаққа соғайын? Ей, бала, қалайсың? Сода мені түсінбейді. Ибай, еме, ені жетерсіз кекен. Қай жерге соғайын мен деймді. Мұна жоқ жазық екен. Ана жерге салып, ана жерге келіп тұрмайын ба да? Анда-санда. Кән көрпейінші. Ё, менде тамақ жоқ, жизнь жоқ, тамақ жеу керек ма? Да, болады екен жерге. Хлеб қайда? Хлеб жеп алайыншы. Так, енді достар, үй соға берейік. Ой, смена бізге керек болады. Тауға сұрауға. О, тупой. Мынау жетсе олар еді, доска. Доска деген олар жетті. Так, өстесі. Ей, ема. Шының біліп тұр. Так, достар, үй соғамыз. Так, бітік. Кетей. Мә. Уя! Құрбар. Емшейдің салпылдамай. Так, бітеміз. Таны мен не қорттым. Ал бола салайық. Да, енді яғайда булжник. Так, битик. Так, битеміз достар. И битик көтереміз. Так,
Так, достар, өстеміз. Бүйтіп көтереміз. Жетсе олар еді, ө-мө. Мына жерді таптық. Менде қамым ашып отыр ғой. Айбай не жаңғыш болды. Бір өлі жасайтын бар ма? Жейтін. Қамым ашып кетті ғой. Менде жизнь 2 уақыт достар, жаңа голем ұрып, жизньді құртып тастады. Ишак. Так. Бүйтеміз, так, суын ашып қойшы. Ё-моё, тағы бір жизнь кетіп қалды. Жетем анау. Бір, екі, үш, бір жизнь қалды. Ал мен жизньді. Мына жерде терезе. Ой, жетке. Блок қайдан? Жарты қып қалды. Ал. Крова өлтіру керек екен. Ақымақ. О, шерсть. Бір кел, қой. Сен маған керексің. Түнде ұйықтауға. Кровать берген. Бір кел. Ана деревнядан бір кровать ұрлап кеткен соңға. Өлі. Қалдырып кеткен екен. Датау шахта бар екен достар менің қасымда. Так. Хоп. Ай, бұлар мазайды-ау. Хлеб жеп алады. Так. Қасқа. Қазбек-ай, қаз. Достар, мына блог жетпей қалды маған. Тағы да барып келу керек. Қаяқтан келдім мен өзі. Не қап-қарам. Достар, күте тұрыңыздар. Так, достар, ренжімеңдер, мен жаңа творческийге кіріп мынандай блоктар алып алдым. Өйткені анаяққа баруға ренжідім да. Так, ұйықтап алайық. Мечтар. Менің скиніме мән бермей қойыңыздар, достар. Ала салым просто. Так, анаяққа келіп ұйықтап алдым. Ұшып келіп. Анаяқта тұр. Кеттік. Бір хлеб қалды. Жеп барайық. Ё-моё, бітпейтін екен бір бар ғой. Кеттік. Полный. Ой. Мына жерге де не салып қою керек еді? Жол салып қою керек еді. Мәріс. Өлі, мынандай блог емес екен ғой. Достар, күте тұрмын. Так, достар, жаңа қате болып кетті. Мынандай екен ғой. Так, өсіп істейік. Жетет деген ойдамын енді 64. Так, достар, лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Так, жаңа оп. Так, выживание. Екі штука бала салу керек. Блин, жетпейтін сияқты. Жетем әлі. Жетпейді-ау деймін, достар. Жетпейді. Ойламын нәқіпсіз. Ақымақ.
маған еркош деп комментке жазып кетіңдер. Ей, топорым қайда мен? Мей. Жоқ. Дұрыс екен, иә, жетпейді, біліп едім. Бітті. 2 болып керек тәшек. Ал. Пичка, ой-ой. Ой-ой. Так, песок сақлай берейік мына жерге. Бірден оны үстін. Тағы да күте тұрыңдар, творческийге кіріп. Выживание емессің сен деп жазып кетпеңдер енді. Бар ғой, үйреніп отырып қой, қоңды. Мына жер жоғалтып алып қайттан салатын жағдайың жоқ, мен түсіндіңдер ме? Комментке жазып кетпеңдер. Так, міне қайттан алып алдым. Оңбаған десеңдер. Жетеді, точно жетеді. Айттым ғой, жетеді деп. Жетпейді деп ойладыңдар ма деп мақтанып атсың, творческийден алып алыпты. Так, мынаны бүйтеміз. Екінші этаж қылайын ба? Қылайын ба деген не деген сөз та. Так. Менде не бар екен? Қалай еді? Аталай еді, ё-моё. Әдемі көрініп тұр, песочный. Топор жасап алу керек. Мә, железін қайсына? Мечше, қолменсі, қолменсі берейін. Пофиг. Достар, лайк басып каналға тіркеліп отырамыз. Мені қысқа дейін енді 200 подписчикке жеткізсеңдерші, пожалуйста, актив төмен. Неге видео қарамайсыңдар ма? Менде жас ютуб болған ғой, қазақты оламаса кім олайды ма-ё? Ой, бүйтеміз. Күте тұрыңдар. Deyip тағы да творческийге кіреміз. Опа, елінді ғой жасауға. Осы жер иклетпеден ба? Жоқ, біреуден екен. Ой, мен бір неден жасаппын. Бабай. Ой, ё-моё, бір блоктан екен. Жоқ. Бүйте жаңағы. Аушы адам. Бүйтеміз. Құр қолдан отпайсыздар, лайк басып кетіңіздер каналға, текеліп. Пулт жасау керек маған енді. Лопатам қайда? Лопата. Неге мініп кете бересің үстіне?
Достар, мен осы видеоны сіздерге еңбектеніп түсіріп отырмын. Сіздер болсаңыздар лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Кім Майнкрафтты жақсы көреді, комментке жазып кетеміз достар. Баяғыда Аско ағам бар, Аско KZ деген каналы бар. Жасаңдар шығады, Аско KZ каналы деп. Күлкенгі сурет тұрып, 3-4 құйрығы бар. Соны авасын алып қойған, білмеймін не. Мына жерді істеп тесілер. Е-мә, лопата сынды. Бәсе. Не oldu? Мә, асқа қуып кетті оны. Жыдан келеді осындай. Есік жоқ қой. Ой, Алла. Есек жүр дейді сәрсіз. Блок бітті. Тағы да твор. Все. Достар, ренжімеңіздер енді ана жаққа баруға ренжіп тұрмын. Жоғалтып аламын ба да қорқамын онсызда достар. Мен түсініңіздер енді, сіздер де творческийге кіресіздер, жасайсыздар. Өмірімде бірінші рет выживать етіп тұрмын. Өмір бақи творческиймен үйреніп қалғаным үшін. Ой, мә. Тузик, так. О, 38. Так, достар, сіздер лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Мен үйді бітіріп тастаймын. Сода бұл бірінші бөлімі достар. Адам дейтін басында айтады, мен соңында айтамын. Бізге бәрібір. Бітеміз. Қазір. Ой. Яма қуып кетті. Так, бітеміз. И все, анау жетті оны. Алғашқы толқын кезінде халықтың жауапкершілігі жоғары болатын, ал мына екінші толқын басталғалы тәртіп бұзу бұзу бойынша 13 мың адамнан айыппұл өндірілген, айыппұл мөлшері адам басына 200 Крипер. Енді эпидемиологтар алдағы Қаш. сескеніп отыр. Олар егер халық карантин ережелерін сақтамайтын болса, онда үшінші толқынға тап боламыз деп дабыл қағуда. Крипер келеді. Видесің ғой, профисің. Дүниежүзілік елдерінде пандемияның үшінші толқыны басталды. Ал коронавирус жұқтырғандар 27 миллионға жуықтап, қайтыс болғандар 1.3 миллионнан асып отыр. Әлемдегі эпидахуалға арыстанымыз тек тоқтамайды. Мұнда кетірген деп тұрған жоқ, достар. Бетпісе салайын. Қашая жетеді. Еспе. Жетеу, ұяғымын құсам тисеме да тұр. Кеттік үйге қарай барақ. Мәмел да тұр. Ей. Осы мені. Рахмет, крипер. Ё-мо. Қоғам ретінде өзіміз кінәліміз. Себебі басқа таққымыз келмейді, көптің ортасында қауіптенбей жібереміз. Көпшіліктің деміне қойылған пациенттер Мәскеу ауруханаларына да сыймай жатыр. Сондықтан мұнда көрініп павильонын госпитальға айналдыруға тура келді. Мына жерді кроваттың ұрлап кеткен соң шетелдері. 24 астам адамнан анықталды. Тағы айта кететін жайт, бүгін коронавирустан Сербия православ шіркеуінің басшысы патриарх Так, достар, мен істеймін де. Сондық құрастыру керек ма? оның қорабынан да табылып отыр. Арыстанбек Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бүгін Әзербайжан әскері армян күштерінің Так, на керек емес заттарды салып тастайық.
керек заттарды алып алайық өзімізге. жаулар мен өзге аумақтардың бір бөлігі Әзербайжанға қайтарылуы тиіс. Кейбір мәліметтерге қарағанда Әзербайжан қарулы күштері Қарабақтың 72%-дан астам аумағын бақылауға алайын деп отыр. Бүйтіп сапсақ. Ел жаңалықтары Атырауда аңға салатын ит 2 жасар баланы талап тастады. Оқиға қала іргесіндегі жұлдыз 2 ықшам ауданында болды. Куәгерлердің айтуынша қалаған ит сәбидің басынан тістеп сүйрей жөнелген. Баланы ата-анасы ұстап қалды. Сәбидің басы мен қолына зақым келген. Қазір ол Лапата не керек па? әкімшілік жауапкершілікке тартты. Өңірде жыл басынан бері иттен зардап шеккен тұрғындарға 900-ден аса арыз түскен. ит үстінде отыр, өзіме қарай ырылдап тұрып, үйден шашы ұстап болмады. Түскен баланы алып, итке қарсы жүгіріп, мен баланы құтқаруым керекпін ғой. Чуылайық. Кішкентай қызы талаған ит көршінің алабай тұрғындас иті емес екен. Бұл облыстық полиция департаменті мұны жоққа шығарды. Тура берейік. Сәтбаевтағы саяжайда осыдан Сап қояйық. өлтірген болатын. Енді жол қызметкерлері таксидің арнайы пойызын Так, ё-моё. О, лайк басқанға тіркелеміз, достар. Ай, бол. О. Шымкент қаласында сағат 5-тер шамасында бір мезетте жарылыс болды. Алған мәлімет бойынша электр энергиясы желісінде ақау орталық Азия біртұтас энергия жүйесіне шыққан. Көп ұзамай желі іске қосылды. Шымкенттегі трансшағын ауданда жаңадан құрылған көпқабатты үйдің тұрғындары шетіне жарылып жұрт аязды күнде әзірленген түсті. Осыдан еді 3 жыл бұрын тұрғызылған астананың қабырғаларында сұрақтанып жарыла бастаған. Жаңа жұмысқа не болдық деп тұрған жұрттың жайға өсіп шықты. Алматтың Демс крышасын жасау керек болды бізге енді. Так, опа. Оп. Мына жақтан бүйтіп. Опа. Бүйтіп солайық. Отпасамыз, каналға тіркелеміз деп айта береді дейсің ғой. Так, достар, осымен видео ұзаққа созылып кеткен сияқты. Мен сіздермен қоштасамын деп көп кетті. Достар, осы видеоға егер де 50 лайк жиналатын болса, келесі бөлімі тез шығатын болады. Сондықтан 50 лайкты тырысып жинап тастайық. Достар, келесі бөлімі шықсын десеңдер, сендер лайк басып каналға тіркеліңдер. Ал сендермен бірге болған мен Кензо YouTube, амандықта жүздескенше. Пока, чау.